Капитолий шабуылы Трамп жақтастары ақш конгрессіне басып кірді. Кеше конгресстің сенат және өкілдер палатасының біріккен отырысында елу штаттың атынан келген дауыс берушілер алқасы президенттік сайлаудың қорытындысын жариялауға керек болатын. Алайда ақштың қазіргі президенті Дональд Трамптың жақтастары Вашингтондағы Капитолийдегі полиция қоршауынан өтіп, Конгресс ғимаратына басып кірді. Джозеф Байденді жеңімпаз деп тануға наразы топ ақш парламентінің қарашадағы президент сайлауының нәтижесін куәландыруға арналған ортақ отырысын тоқтатып тастады. Нәтижесінде дауыстарды санау кейінге қалдырылып, Конгресс мүшелері эвакуацияланды. Мыңдаған адам наразылыққа шыққандықтан елге коменданттық сағат енгізілді. Вирджиния губернаторы ұлттық гвардияның 200 әскерін жұмылдыруды тапсырды. Демонстранттардың шеруіне дейін Ақ үйдің қазіргі басшысы Дональд Трамп ресми мәлімдеме жасаған еді. Ол нәтижелерді мойындаудан бас тартып, әділетсіз сайлау өткенін хабарлаған болады. Never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Конгресс ғимаратында демонстрацияларға қатысушыларды ұстады. Вашингтонда енгізілген коменданттық сағатты бұзған 30 адам ұсталды. Қақтығыс кезінде 4 адам қаза тапты. Полиция наразыларға көз жасаурататын газ қолдануға мәжбүр болды. Күтпеген жағдайдан кейін демократ Джозеф Байден Капитолийде болып жатқан тәртіпсіздіктер ақштың шынайы көрініс емес екендігін дәл қазір бүкіл әлем бізге қарап отыр. Біздің демократиямыз осындай төмен деңгейге жетті. Бірақ біз бұл қиындықтан да өтеміз. Біздің келесі 4 жылдағы жұмысымыз да осыған бағытталады деді. On the Capitol, on the House of Representatives, threatening the safety of duly elected officials. It's not protest. ақш өкілдер палатасы президенттік сайлау нәтижелері бойынша пікірталасты қайта бастады. 3 қарашада өткен президент сайлауында ресми нәтиже бойынша 306-232 электронды дауыс есебімен Джо Байден жеңіске жеткен болатын. Бірақ Трамп сайлау нәтижесін мойындаудан бас тартты.